Biz Алматыдамыз. Мен шыным дәл біткен жерінде отырмын. Бұл өте қорқынышты. Жолдың өзі бір экстрим десем де болады. Бұл әдемілікті өтпей тұрғанда өз көздеріңізбен келіп көруге мен кеңес беремін. Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей Диана және де Low Cost Travel айдарымыздың келесі су жаңа қаласы Алматыдамыз. Мысалы, әуежайдан шыққан бетте кез келген үйдің терезесінен ашылатын көрініс бұл әрине тауға көрініс. Сондықтан да біздің бірінші локациямыз бұл тау. Ал Шымбұлаққа мен қалай жеттім? Қаладан 12-ші нөмірлі автобус Медеуге дейін жеткізіп салады. Және біз Медеуге бір аялдамай жетпей түсіп, фуникулерға отырамыз деп шештік. Автобуста жол ақысы оңай қосымшасы немесе картасы арқылы 120 теңге, ал қолма-қол төлесеңіз 200 теңге болады. Бұдан бөлек, қалада қоғамдық көліктен басқа сіздер таксимен, Яндекс немесе InDriver қосымшасы арқылы немесе жаяу самокатпен діттеген локацияңызға жете аласыз. Шымбұлаққа фуникулермен көтерілу үшін жалпы билетті сіздер екі тәсілмен ала аласыздар. Біріншісі қазір осы жердегі кассада немесе екіншісі онлайн алдын ала Каспий.кз қосымшасы арқылы. Фуникулермен бару жай таңдауым емес. Бұл күзгі табиғаттың көрінісін жоғарыдан тамашалауға менімше тамаша мүмкіндік. Ал ең бірінші сіздерді күтетін көрініс бұл Медеу. Бұл жай ғана мұз айдыны емес. Бұл әлемдегі ең жоғары орналасқан ашық мұз айдыны. Биіктігі теңіз деңгейінен 1691 метр биіктікте орналасқан екен. Медеу Алматының тынысы. Қысында мұз бетінде сырғанаған сәттер, жарық және музыка. Жазда ролик, скейтборд тебуге болатын аймақ. Оған қоса ашық аспан астында музей және концерттік орын ретінде қызметін атқарады. Фуникулердан басқа арнайы экотаксилар және арнайы автобустар Шымбұлаққа дейін қатынайды. Және бұдан бөлек Медеуден тегін арнайы денсаулық баспалдағымен асықпай серуендеп көтеріліп, Гореллік аялдамасына дейін жаяу жетуге болады. Баспалдақ саны 842. Көтерілгенде осындай әдемі көрініс күтіп алады. Гореллік демекші, бұл жерде арнайы суық және ыстық суға толы шағын бассейндер мен арнайы турник алаңы бар. Фуникулердан түскен бетте Шымбұлақ станциясынан табиғатқа көздің жауын алатындай көрініс ашылады. Бұл жерде бюджетіңіз бен талғамыңызға сай алуан түрлі кафелер және қонақ үйлер қолжетімді. Шымбұлақта кез келген мезгілде туристер мен әр елден келген қала қонақтары өте көп. Өз басым бұл өте қуантады. Ендеше біз осымен тоқтамай келесі бірінші комбиге көтерілеміз деп шештік. Таңдауыңызға сәйкес ашық және жабық фуникулермен барсаңыздар болады. Достар, Шымбұлаққа қай мезгілде келсеңіз де әрдайым өздеріңізбен жылы киім алып жүріңіздер. Себебі бұл жақта көріп тұрғандарыңыздай жыл 12 ай қар жатады, салқын. Мен сияқты осындай қателіктерді жібермеңіздер. Бұл жер жай ғана курорт емес, бұл еркіндіктің мекені. Әр демін таза ауа, әр қарағанын биіктік. Басқалар 1000 шақырым асып Куршавелге ұмтылады. Бірақ ойлап қараңызшы, қаладан небәрі 1 сағаттық жерде осындай ерекше әдемі локация бар. Сенесіздер ме? Дәл қазір біз Шымбұлақтан көтерілгеннен кейін Комби 1 деген нүктеге келдік. Бұл нүкте теңіз деңгейінен 2850 метр биіктікте орналасқан. Бұдан биігірек тағы да Самая вышка деген нүктеміз бар, 3200 метр биіктікте. Бірақ ол арнайы қыс мезгілі маусымында ашылады. Жалпы қыста бұл жерде шаңғы, сноуборд, тебем деген жандар үшін таптырмас орын. Алматыға келіп тұрып, Шымбұлаққа көтерілмеген, Парижге барып, Эйфель мұнарасын көрмеген мен сен. Жалпы адамдардың айтуы бойынша табиғатта, осылай тауда, таза ауада адамның қарны тезірек ашады екен. Сондықтан да сіздер біз сияқты осылай Шымбұлақтан, Медеуден түсіп келе жатып, қарындарыңызды ашып, түскі астың уақыты болып қалса, мен сияқты осы ауыл мейрамханасына келіп, қазақ тағамдарының дәмін татуға болады. Ал біздегі бүгінгі асқа, бағана айтқандай қазақи тағамдар, оның бірі әрине беш бармақ, желек май және де бауырсақ. Сонымен қатар оның барлығын біз қымызбен
сонынан ішетін боламыз. Өте дәмді. Дәл үйдегідей. Ал сусынға әрине қазақтың салқын қымызы. Өте дәмді. Дәмді тамақтанып алғаннан кейін серуендеп қайтайын деп шештім. Ол үшін Алматыдағы ең танымал серуен жолдарының бірі Тереңкурға да келіп жеттім. Кеңес заманында емдік жаяу жол ретінде салынған бұл парк әлі күнге дейін тұрғындардың сүйікті локацияларының бірі. Бұл жерде тыныштықта кофе ішіп, өзеннің салдырын естіп, кітап оқып отырғанға не жетсін. Қала тұрғындары, қала қонақтары бұл локацияны ерекше жақсы көреді. Жалпы ұзындығы шамамен 4 шақырымдық парк. Парктың бір жақ беті осындай өзеннің салдыры естілсе, екінші жақ беті орманды шыршалы ағаштардың өте көп шоғырланған жері. Қалаға келсек, Алматы әр бұрышы тарих, әр ғимараты өнердің ізін сақтаған қала. Бұл жер тек таулардың емес, рухтың да мекені. Мұнда көше бойында жүргенде ескі мен жаңаның үйлесімін сезесің. Абай көшесі Алматының жүрегінен өтетін ең басты даңғылдарының бірі. Осы көшенің бойында талай оқиға тоғысады. Балаларға шаттық сыйлайтын цирк, өмірдің ең маңызды сәттері басталатын орталық ЗАГС, ал жастар мен кәріні бірдей қуантып тұратын Ая аттракцион паркі бар. Бір ғана көше, тұтас қала өмірінің айнасы. Бұл жай ғана спорт аренасы емес, бұл қуаныштың, жеңістің, рухтың сахнасы. Я, бұл орталық стадион. Айтпақшы, дәл осы алаңда қазақстандық Қайрат пен испаниялық Реал Мадрид ойыны жақында ғана өтті. Республика сарайы, өнердің жүрегі, ал қарсы беттегі Қазақстан қонақ үйі қаланың келбеті. Бірі тарихтың үні, бірі бүгіннің сәні. Қайырлы таң достар, бүгінгі күніміз жақында ашылған заманауи өнер мұражайынан бастауын алып жатыр. Жалпы бұл мұражайда шетелдік және де өзіміздің қазақстандық өнершілердің, өнерпаздардың жұмыстары, суреттері, креативті бейнелері, композициялары қойылған екен. Жалпы бұл музейдің әр залы креатив пен еркін ойдың жемісі. Ал достар, біз қазір Астана алаңына келіп жеттік. Қазір артында тұрған локация бұл өз кезінде Алматыдағы ең алғашқы әкімшілік орталық ретінде өзінің қызметін атқарған. Ал қазіргі кезде бұл үлкен жоғары оқу орны КБТУ деп аталады. Сіз жерде негізі қаланың мерекелік шараларына сәйкес концерттер, іс-шаралар өтеді. Жаз айында бұл жерде субұрқақтар және де қарама-қарсы бұл жерде демалыс паркі бар. Үлкен отбасыңызбен келіп немесе өздеріңіз отырып пикник жасауға арналған таптырмас орын. Жаңа қалаға келген бетте әрине ең бірінші қойылатын сұрақ: мен қайда орналасам, қайда тоқтаймын? Әрине өзіңіздің талғамыңызға, бюджетіңізге байланысты бұл қаладан сіз кез келген қонақ үйді, хостелді немесе жалға пәтер алсаңыздар болады. Ол үшін сіздерге қажет болып қалатын қосымшалар бұл Airbnb, Booking, Крыша және Agoda. Алматыда қыдыратын жер өте көп. Тарих тынысын сезгің келсе 28-ші Панфиловшылар бағы, көңіл көтергің келсе орталық парк, шабыт іздесең Арбат, ал тыныштық керек болса Сайрам паркі сені күтеді. Ал достар, мен қазір Қабанбай Батыр көшесімен серуендеп келе жатырмын. Қазір дәл артында тұрған бұл танымал Абай атындағы театр. Және де өзімнің бос уақытымда осы көшеде серуендеп өткізуді ұнатамын. Неге дейсіздер ме? Себебі дәл қарама-қарсы театрға үлкен осы көше бойымен толығымен кафе, ресторандар. Яғни нағыз гастро-тур десем болады. Кез келген бағада, кез келген талғамға кафелер мен ресторандар бұл жерде қол жетімді. Және де осы Панфилов көшесімен тікелей серуендеп жаяу түссеңіздер, ары қаратай тікелей Арбатқа шығуға болады. Жалпы мен сүйікті локация. Бүгінгі бізде түскі асқа италиялық ас үй, бізде пицца, паста болонез. Ал ендеше бізге ас болсын. Бізде қазір түскі ас.
қаланың қақ ортасында осындай тыныш мекен бар екенін көп адам біле бермейді. Ол Алматының ботаникалық бағы. Бұл жақ алғаш рет 1932 жылы құрылған. Бүгінде мұнда 6000-нан астам өсімдік түрі өседі. Жазда мұнда гүл бағы кілемдей құлпырып кетеді. Күзде алтын түске боялады. Қыста ақ мамық қарға оранған тыныш әлемге айналады. Ал көктемде алма гүлінің хош иісі бүкіл бақты толтырып, нағыз Алматының символына айналады. Ботаникалық саябаққа кіре берер жерде осындай өздерінің кішігірім кафелері бар. Бұл жерден кофе, чай, салқын сусындар, ыстық сусындар алып, осылай табиғатқа тамсанып, кішкене отырып демалуға болады. Көп адамдар жаңа қалаға келген кезде әрине туристік орындарға, осындай қыдыратын жерлерге баруды жөн көреді. Бірақ та нағыз қаланың өмірі, нағыз қаланың адамдары осындай базар сияқты жерге келген кезде соның ерекше вайбы, колориті сезіледі. Сондықтан да қазір ішіне кіріп, сол вайбпен сіздермен бөлісетін боламын. Бұл жердің тарихы 19 ғасырда бастау алады. Дәл осы маңда Ұлы Жібек жолының керуендері аялдап, өз тауарларын саудалайтын. Қазірдің өзінде базар Алматының ең жанды нүктесі болып қала берді. Көк базарға кірген сәтте-ақ сізді түрлі хош иістер қарсы алады. Жаңа піскен жеміс-жидек, ұлттық сүт өнімдері, жаңғақтар мен дәмдеуіштердің иісі араласып, нағыз шығыс базарының атмосферасын сездіреді. Бұл жерде сіз қазақтың ұлттық дәмін бір жерден таба аласыз. Қазы, қарта, жал, жая, құрт, ірімшік, қымыз бен шұбат бәрі бар. Тіпті туристер үшін ең қызықты естелік осында дәм татып көру. Көк базар бұл тек қана сауда орны емес, бұл Алматының айнасы. Бұл жерде халықтың көңіл-күйін, тұрмыс тіршілігін тірідей көретін жалпы сахна десек те болады. Дәл осы көк базардың қасында осында үлкен латте, яғни рахат атты біздің шоколад фабрикамыз бар. Бұл фабрикада мыңдаған шоколад өндіреді. Соның бірі әлемге әйгілі болып бара жатқан біздің Қазақстан шоколады. Міндетті түрде кіріп алайық. Бұл жер жай ғана фабрика емес, Қазақстанның дәмі мен тарихын біріктірген ерекше орын. Рахат еліміздегі ең көне әрі ең танымал тәтті брендтерінің бірі. Алматы тек табиғат пен тарих қана емес, заманауи мегаполис. Мұнда ірі сауда және ойын сауықтыру орталықтары өте көп. Бұл жерлерде шопингті жасайсыз, киноға да барасыз, отбасымен демалып дәмді ас ішесіз. Бір сөзбен айтқанда, қала өмірінің заманауи ырғақтағы бейнесі. Ал біздің келесі локацияларымыздың бірі бұл Алматының символына айналған орталық Азиядағы ең биік мұнаралардың бірі Көктөбе телемұнарасына келдік. Бұл жерде бұл көріністен бөлек хайуанаттар паркі, тамақ ішетін орындар, балаларға арналған неше түрлі аттракцион орындары. Осындай керемет әдемі көрініс және де әлемге әйгілі Beatles тобының ескерткіші орналасқан. Алматының дәл жүрегінде, бірақ бұлтқа бір табан жақын қаланың ең танымал нүктесі Көктөбе. Көктөбеге жетудің өзі екі тәсілі бар: фуникулермен немесе автобус. Таңдау өздеріңізде. Жалпы бұл орын қалаға ең жақын биік нүкте болғандықтан қала алақандағыдай көрінеді. Жоқ, ақшасын төлеу керек. Ал достар, біз қазір Алматы халықаралық әуежайына келіп қалдық. Артында тұрған терминал ол халықаралық рейстер ұшып кететін бағыт, ал алдында тұрған ол ішкі рейстердің қатынайтын терминал болып табылады. Әуежай өте үлкен, өте ауқымды. Ішінде іздегеннің барлығын табуға болады. Дәріхана, демалыс бөлмесі, тамақтанатын орындар, кафелер, шу-қону табылысы және де біздің әрине Айжан өзін-өзі тіркеу бағаналары бар. Кеттік көрсетем. Егер де сіз жол жүкпен, яғни багажбен саяхаттайтын болсаңыздар, осы Айжан өзін-өзі тіркеу бағына келіп, жол жүгіңізді өлшеп, биркасын алып, анда тұрған жол жүк қабылдайтын бағанға апарып тапсыру керек. Қайырлы таң достар, бүгінгі таңымыз біздің ыстық кофемен және де Алмарасан шатқалынан бастауын алып жатыр. Қалада небәрі осындай 25 минуттық жерде осындай әдемі, әсем көрініс тауға сіздер шыға аласыздар. Алмарасан шатқалында не бар екенін көрсетейін. Кеттік. Алмарасанға жетудің бірнеше тәсілі бар.
көлікпен, таксимен, автобуспен немесе жай ғана жаяу. Қай жолды таңдасаң да, сені алда табиғаттың ғажайып көрінісі күтеді. Арасан, емдік бұлақ деген сөз. Мұнда табиғи жылы су көздері бар. Температурасы 35-45 градус шамасында. Минералдарға бай бұл су шаршаған денеге де, ойға да тыныштық сыйлайды. Тауға шығу үшін арнайы баспалдақтар бар. Жол бойында демалатын орындар жасалған. Көтерілген сайын көрініс те өзгереді. Әр бұрылыстан жаңа табиғат бейнесі ашылады. Осы жаяу жүргіншілер, яғни баспалдақпен жүріп өткен кезде ортасында осындай ыстық су толы бассейндар бар. Адамдар осы жаққа шомылып, бірінші суық суға түседі, сосын ыстық суға түседі. Жалпы бұл жақтың бір өзінің сондай процедурасы деп айтсам қателеспеспін. Адам деген өте көп. Бүгін демалыс күніне қарамастан қуантады әрине. Осындай салауатты өмір салтын ұстанатын адамдардың көптігі. Аюсай шатқалына жол тартқанда сіздерді ең алдымен ауқымды дамба қарсы алады. Көрінісі әсерлі, масштабы зор. Сондықтан камераларыңызды дайындап қойыңыздар. Алмарасаннан 10 минуттық жерде осындай Аюсай шатқалы бар. Егерде Аюсайдан тікелей осы таудың арасына жүретін болсаңыздар, бұл жерде арнайы электробайктар мен велосипедтер жалға беріледі. Және де ар жағында өте әдемі үлкен Алматы көлі, яғни орысша айтқанда Бауы бар. Бауы, яғни үлкен Алматы көлі. Алматы маңындағы ең әдемі әрі символдық локациялардың бірі. Ең қызығы, бұл көл Алматы қаласын ауыз суымен қамтамасыз етеді. Сондықтан бұл суға түсуге тыйым салынады және жақындауға болмайды. Бірақ көріністі бақылау үшін арнайы алаңдары бар. Бұл жерде сонымен қатар Аюсайда сіздер тоқталып, немесе отбасыңызбен, достарыңызбен келіп серуендеуге, пикник жасауға өзінің кафелері бар. Және осы жерде осындай тропинка бар, Аюсайдан жоғары қаратай бір 10-15 минут көтерілсеңіздер, үлкен сарқырама, яғни орысша айтқанда водопад бар. Қазір сонда бет алып жатырмыз. Тауға шыққандағы басты лайфхак, өздеріңіздің темптарыңызды жоғалтпаңыздар. Тауға шығу әрине кішкене қиындау. Бастысы тоқтамай, аз-аздан үздіксіз. Кеттік. Опа. Бағана айтқан сарқырамаға, водопадқа жеттік. Спорт ненің кепілі? Кепілі, короче. Достар, сіздермен бөлісетін жақсы жаңалығым бар. Енді Flyers-тан мобильді қосымшасы жаңартылып, одан әрі ыңғайлы бола түсті. Мысалы, біріншіден, әр влогта айтатынымдай, үйден шықпай-ақ, әуежайда шығындалмай-ақ, онлайн тіркеуден алдын ала тез, ыңғайлы өтіп алсаңыздар болады. Себебі онлайн тіркеу рейске 30 күн қалғанда ашылып, ішкі рейстерде 40 минут қалғанда, ал халықаралық рейстерге 1 сағат қалғанда жабылады. Және сол онлайн тіркеуден өткеннен кейін отырғызу талонын өзіңіздің ұялы телефоныңызға, егерде iPhone болса, Apple Walletке сақтап алып, ары қаратай ұшаққа, әуежайдан бірден өте аласыздар. Үшіншіден, егерде нәрестемен, яғни 2 жасқа дейінгі баламен саяхаттайтын болсаңыздар, осыған дейін нәрестені билетке қосу үшін сіздер колл-центрге хабарласып, ұзақ уақыт күтетін едіңіздер. Ал қазір оны мобильді қосымша арқылы 2 кликте өзіңіз нәрестеңізді, балаңызды саяхаттау билетіңізге тездетіп қосып ала аласыздар. Алматыдан шығып, шамамен 2 сағат жолдан кейін бізді табиғаттың таңғажайып кереметі Шарын шатқалы қарсы алады. Бұл жер миллиондаған жылдар бойы жел мен судың күшінен мүжіліп, ерекше пішінге ие болған алып жартастар әлемі. Айтады ғой, табиғат ең күшті суретші деп. Қазіргі мен тұрған локациям сол сөзге дәлме-дәл куә болып тұрмын. Небәрі қаладан 2 сағаттық жерде осындай әдемі ландшафтты ортаға келіп көз жеткізсеңіздер болады. Неге десеңіздер, мен қазіргі тұрған локациям бұл Шарын шатқалы. Ұзындығы 150 шақырымға жетеді екен, биіктігі 300 метр шамасында. Төмен жағында Шарын өзеніне арнайы жол бар, жаяу жүргіншілер және де автокөлікпен жетуге болады. Қазір мен сіздерге осы әдемі, ауқымды масштабты көрсетіп боламын. Мұнда бәрі ерекше. Жартастар қамал сияқты тік тұр. Әр төбесі, әр бұрышы табиғаттың қолтаңбасындай. Сондықтан халық бұл жерді қамалдар аңғары деп те атайды. Ал төменде ағатын Шарын өзені шатқалдың жан дүниесі сияқты. Тыныш, бірақ қуатты. Сапарға шыққанда міндетті түрде ыңғайлы аяқ киім, су және күннен қорғану құралдарын алыңыз.
шарын шатқалына жеке көлігіңізбен немесе арнайы ұйымдастырылатын тур автобустармен жетуге болады. Шарын шатқалының кіреберісінде ерекше орын бар. Тары этно мейрамханасы. Мұнда келген қонақтар ұлттық тағамдардың дәмін тата алады. Және осында кішігірім музей және стор бар. Шарыннан Көлсайға бара жатқан жолда қара шатқал бар. Бұл бөліктің ерекшелігі тау жыныстарының қою қара түске боялуы және биіктігі 300 метрге дейін жететін тік қабырғалары. Арнайы көрініс алаңдары да бар. Жартастар мен құрғақ желдің орнын енді салқын самал мен өзеннің үні басты. Біздің келесі аялдамамыз Көлсай көлдері. Бұл жерді бекерге Тянь-Шаньның інжу маржаны деп атамайды. Көлсай 3 әдемі көлден тұрады. Төменгі, ортаңғы және жоғарғы Көлсай. Әр қайсының өз мінезі, өз бояуы бар. Қала тұрғындарының ғана емес, әлемнің түкпір-түкпірінен келетін туристердің асығып, сағынып жететін локацияларының бірі бұл Көлсай көлдері. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, бұл әдемілікті шын көзбен өзіңіз келіп көру бір ғанибет. Себебі бұл жерде бәрі өзгеше. Тауларда, суда бәрі бір картинадағыдай құйып қойғандай үйлесіп, жарасып тұр. Ал бүгінгі күніміздің қорытындысы қонақ үйге жетумен аяқталады. Көлсайда қонақ үйлер мен гест-хаустар өте көп. Ал менің таңдауым Көлсай престижге түсті. Су жаңа, заманауи қонақ үй маңайында балық аулауға да болады. Терезеден тауларға әсем көрініс ашылады. Жылы, таза, демалуға келген соң қонуға тұрарлық қонақ үй. Кешкісін осылай ашық аспан астында кино қарауға да болады. Тамақтары да өте дәмді. Ал бұл бүгіндікке менің Көлсайдағы жататын бөлмем. Номерға келдік, ал кеттік ал. Әдеттегі дәстүрді бұзбай, төсектің жұмсақтығын тексереміз. Лайк. Маған ұнап. Енді қазір тамақ ішеміз. Ал көп күттірмей біздің кешкі асымыз да келіп қалды. Бүгін бірінші кеменде тушпара, фетучини пастасы, хычины және де салат. Бағалары әлде қайда қолжетімді, яғни қаладан алыс жер болса да, қаладағыдай баға. Қазір енді дәмін көретін боламыз, дегустация кеттік. Жаурап келіп, тұшпара әдемі кетті ғой. Біздің келесі локациямыз Қайынды көлі. Бірақ оған жету үшін арнайы осындай биік машина, және де андай орысша айтқанда буханка машиналар болады ғой. Сондаймен жету керек, себебі жолдың өзі бір бөлек, бір экстрим десем де болады. Бірақ осы жақтағы пейзаж бәрін алып шығады. Ал жол болсын, кеттік. Бүгін табиғат бір ерекше әдемі. Күзгі түстерге бойлаған айналамыз көздің жауын алады. Жол жөнекей келе жатып, Алматыға тағы бір мәрте ғашық болдым. Шетелдік туристер де жолда тоқтап, суретке түсіп, үздік бағасын беріп жатқаны сөзсіз. Мына көрініске қараңыздаршы. Қандай әдемі? Судың асты тұтастай орман, ал беті сапта тұрған сарбаздар сияқты ағаштар тіп-тіке, тіп-түзу, әдейі біреу орналастырып қойғандай. Жергілікті тұрғындардың айтуы бойынша бұл судың түсі әр мезгілде, әр ауа райына байланысты өзгеріп тұрады. Бірде көкшіл түсте болса, бірде изумрудтай жасыл. Жылдан жылға енді бұл әдемілік көріп тұрғандарыңыздай ағаштар азайып жатыр, құлап жатыр. Сондықтан да бұл әдемілікті жойылып кетпей тұрғанда өз көздеріңізбен келіп көруге мен кеңес беремін. Бұл көл 1911 жылы болған жер сілкінісінен кейін пайда болған. Сол кезде тау бөктері опырылып, өзен аңғарын бөгеп тастаған екен. Судың астында сол замандағы шыршалы орман сол күйі сақталып қалған. Тіпті кейдіндері бүгінге дейін тік тұрып тұр. Бұл жердің әр тынысы жұмбақ, тыныштықтың дауысы бар сияқты. Құлақ түрсеңіз, су ағысының арасында ескі орманның сыбдыры естіледі.
Алматының дәл маңында жасыл төбелер мен ашық аспан арасында ерекше орын бар. Ол Арбавайн шарап зауыты. Мұнда бәрі табиғаттан басталады. Жүзім күнмен пісіп, желмен тыныстап, осы жердің топырағында өседі. Ал әр жемістің дәмі тау ауасының, күннің және қол еңбегінің үйлесімі. Арбавайн Қазақстандағы ең танымал шарап брендтерінің бірі. Мұнда заманауи технология мен дәстүрлі әдіс үйлескен. Француз дубынан жасалған бөшкелерде шарап бірнеше айдан бірнеше жылға дейін сақталады. Бұл жақта әр процесс өте қызық. Достар, мен Арбавайнға келдім. Влогымызды қорытындылай келе, Флайерстан әуе компаниясының атынан біздің сенімді серіктесіміз Визит Алатау және Визит Алматы туристік ақпараттық орталықтарына алғысымызды білдіреміз. Осылайша біздің саяхатымызда қасымызда болып, Алматы қаласы мен Алматы облысының көрікті әдемі жерлерін көрсеткендеріңіз үшін әріптестерімізге мың алғыс. Рахмет. Ал құрметті көрермен, осымен Алматы қаласы бойынша 5 күндік сапарымыз өз мәресіне келіп жетті. Қазір әдеттегі дәстүрімізді бұзбай, мен қолымдағы кез келген бағыт бойынша бір адамға саяхат сертификатын жасыратын боламын және келесі кадрмен қайда жасырғаныммен бөлісемін. Дәлірек айтсақ, біздің қазынаны табу үшін Сайрам паркіне бет алыңыз. Парктың су үсті мосты басталатын жердің сол жағында үлкен ағаш бар. Бөтелкеміз дәл осы ағаштың ортасында өз иесін күтуде. Саяхаттаңыздар, саяхаттаудан шаршамаңыздар. Сіздермен бірге болған Диана, келесі қалада кездескенше.